Армысыздар, сіздермен киномен. Бүгін біз жұмбаққа толы «Прежде чем я усну» атты фильмге шолу жасаймыз. Арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздің қолдау мен үшін өте маңызды. Ал біз бастаймыз. Меня зовут Кристин Лукас. Мне 40 лет, и у меня амнезия. Когда я засну, мой мозг сотрет все воспоминания о сегодняшнем дне. Әйел адам таныс емес жерде оянады. Ол қай жерде екенін білмейді. Әрі онымен бір төсекте бөтен ер адам жатыр. Кристина жуынатын бөлмеге барып, қабырғада ілулі тұрған өзінің суреттерін көреді. Бірақ суретте шамамен 40 жаста. Әрі суретте бірге оянған ер адам бар. Онымен қатар Бен сенің күйеуің деп жазылып тұр. Бірақ оның есіне ештеңе түспейді. Жатын бөлмеге кіріп, суреттегі ер адамды көреді. Ол екеуі үйленгендеріне біраз жыл өткенін, әйелі 10 жыл бұрын сұмдық жол апатына түскенін айтады. Сол жағдайдан кейін әйел күнде ұйқыдан оянғанда бәрін ұмытып, өзін 20 жастағы қыз деп ойлайды. Күйеуі Бен күнде азанда барлығын түсіндіріп, бірге түскен суреттерін көрсетеді. Сосын үйлеріне жақын орналасқан мектепке жұмысына барады. Кристина үйімен қайта танысып жатқанда дәрігеріне хабарласып, әйелді бірнеше апта емдеп жатқанын айтады. Одан әжетхана жанындағы камераны табуын сұрайды. Әрі камерадағы видеоны Бенге айтпай көріп шығып, қайта хабарласуын сұрайды. Кристина бірнеше апта бұрын бастаған видеодағы күнделігін қарап, не болғанын есіне түсірмек болады. Сосын өзін емдеп жүрген дәрігермен кездеседі. Дәрігер оған күйеуіне айтпай емделіп жүргенін айтады. Ер адам әйел жадын 10 жыл бұрын жоғалтқанын, бұл жағдай оған шабуыл жасап, аэропорт жанындағы қонақ үйде өлуге тастап кеткеннен кейін басталғанын жеткізеді. Әйел шатаса бастайды. Күйеуі оған жол апатына түстің деген. Дәрігер Бенге солай айту жеңілірек деп ойлайды. Сосын оған шабуыл жасаған жерге әкеледі. Оны тауып алған ер адам әйел жалаңаш, қан жосау болып жатқан жерінен тапқанын айтады. Кристина неліктен қонақ үйде болғанын түсінбейді. Дәрігер әйелдің басқа біреумен қарым-қатынасы болуы мүмкін деп болжайды. Өйткені сараптамадан кейін зардап шегер алдын жыныстық қатынасқа түскені анықталған. Кешке үйіне келіп, бүгін нені анықтағанын камераға жазып алады. Түнде ұйықтап жатқанда қонақ үйдегі кадрлар еміс-еміс есіне түседі. Келесі күні неш дәрігер оған суреттерді көрсетеді. Кейбірі кездейсоқ алынған, кейбірі оның өмірінен. Бір сурет оның миына ерекше әсер етеді. Ол жерде жирен шашты Клэр есімді қыз бейнеленген. Үйде Беннен сол туралы сұрайды. Бен оған Клэр әйелдің ең жақын құрбысы болғанын айтады. Бірақ жол апатынан кейін Клэр құрбысының жағдайына шыдай алмаған. Клэр көшіп кетіп байланысын тоқтатқан. Бұны Бен әйелін мұңаймасын деп жасырған. Келесі күні Кристина баласы болғанын есіне түсіреді. Күйеуі баласын жасырғаны үшін онымен ұрсысады. Сосын ер адам оған баласы Адам 8 жасқа толғанда менингиттен қаза тапқанын айтады. Бен әйелі күнде баласының қазасына қайғырмасын деп жасырған. Әйел жылап видео күнделігіне тағы да ұмытып қалмас үшін жазып алады. Түсінде Кристина баласын көреді. Бала оған сурет қалдырған. Суретте тыртығы бар ер адам бейнеленген. Әрі есімі Майк екені жазылған. Келесі күні дәрігерге өзінің ашынасы болған ер адамның есімі Майк болуы мүмкін екенін айтады. Дәрігер оны жұбату үшін құшақтайды. Ер адам әйелді сүймек болғанда, әйел оның толық аты жөні жазылған төс белгісін көреді. Ол жерде Майк Нэш деп жазылған. Кристинаға Нэш оған қонақ үйде шабуылдағаны елестейді. Әйел одан қашпақ болады. Бірақ дәрігер оны ұстап алып, тыныштандыратын дәрі егіп, үйіне апарып тастайды. Кейін оған қайта хабарласып, жай әсері бар дәрі екенін, оның мақсаты ұйықтату емес, тыныштандыру екенін айтады. Әйел жады жоғалғандықтан, миы есінде жоқ дүниелерді өзі ойынан шығаратынын айтады. Келесі күні Кристина онымен тағы кездеседі. Дәрігер оған деген сезімі пайда бола бастағандықтан, енді көмектесе алмайтынын жеткізеді. Кетер алдын оған күйеуі Бен 2007 жылы жындыханаға жапқанын, ал 2009 жылы онымен ажырасқанын айтады. Әрі жақын құрбысы онымен байланыспақ болған, бірақ таппаған. Сосын дәрігер Клэрдің номерін береді. Оның барлығын білгеннен кейін күйеуіне неліктен 4 жыл бұрын тастап кеткенін сұрайды. Бен балалары қайтыс болғаннан кейін күйзеліске түсіп, бұның барлығын көтере алмағанын жеткізеді. Бірақ кейін оралып, енді ешқашан тастамауға уәде берген. Кристина оған қалай қиын болғанын түсініп, оны құшақтайды. Кейін әйел құрбысы Клэрге хабарласады.
Солай олар саябақта кездесуге келіседі. Кездесу кезінде Клэр Кристина бір еркекпен аэропорт жанындағы қонақ үйде жиі кездескенін айтады, әрі не үшін жоғалып кеткенін айтады. Кристина ауруханада жатқанда Клэр мен Бен бірге ұзақ уақыт өткізген. Сөйтіп жүріп жақындасқан. Бұл тек бір рет болды дейді. Өзін кінәлі сезініп, Кристинаның өмірінен бір жолта кетуді ұйғарған. Кешірім сұрап, Кристинаға Бен ажырасар алдында жазған хатын береді. Оған қыз дайын болғанда беруін өтінген. Хатта ол әйелін жақсы көргенін, бірақ баласы анасы танымай қалғандықтан, қорқа бастағандықтан тастап кетуге мәжбүр болғанын. Хатты оқып болып, Бенге қалай қиын болғанын түсінеді. Сосын тағы видео жазады. Видеоға Бенді қатты жақсы көретінін, енді тек онымен өмір сүргісі келетінін айтады. Түнде камерадағы видео таспаны Бенге көрсетеді. Әрі неш дәрігермен кездескенін, оған айтпаған себебі сенбегенін айтады. Бірақ енді толықтай сенеді. Сол сәтте Бен ашуланып оны ұрып жіберіп кетіп қалады. Кристина құрбысына хабарласып не болғанын айтып береді. Клэр бұған сенгісі келмей Бенге хабарласады. Әйел қайта хабарласып Бен оны 4 жыл бойы көрмегенін, онымен бірге тұрып жатқан адам бөтен екенін айтады. Клэр ер адамды суреттеп беруін сұрап, Беннің бетінде тыртығы бар екенін айтады. Кристина бірден суретке қарау үшін жуыну бөлмесіне барады. Сол сәтте суреттің барлығы қолдан жасалғанына көзі жетеді. Әйел үйден қашып шықпақ болғанда Бен болып алдап жүрген ер адам ұстап алып ұйықтатып тастайды. Келесі күн азанда Кристина тағы ештеңе есінде жоқ оянады. Ол камераны тауып соңғы жазбаны көреді. Ол жерде Бенді қатты жақсы көретіні, әрі тек сонымен тұрғысы келетіні айтылған. Кейін ер адам хабарласып, саяхатқа шығу үшін заттарын жинауын өтінеді. Түнде жалған Бен оны бәрі басталған қонақ үйге әкеледі. Сол сәтте әйел оның Майк екенін есіне түсіреді. Бұл еркекпен екеуі ашына болған. Ол күйеуіне бәрін айтуын бұйырған, бірақ әйел бас тартқанда оны ұра бастаған. Содан кейін әйел жадын жоғалтқан. Әрі ол кездейсоқ баласы Адам тірі екенін айтады. Майк камерадағы видеоны өшіріп, енді Беннің рөлін сомдағысы келмейтінін айтады. Мен сені жақсы көрем, енді біз бірге болуымыз керек дейді. Әйел қашпақ болғанда Майк оны тағы ұра бастайды. Кристина оны өтікпен ұрып талдырып, сыртқа шығып дабыл дыбысын қосады. Содан кейін қонақ үйден қашып кетеді. Әрі қарай біз Кристина жедел жәрдем көлігінде отырып камераға болған жағдайды айтып отырғанын көреміз. Оның енді ештеңе ұмытқысы келмейді. Әйел ауруханада есін жияды. Оған неш келеді, дәрігер ретінде емес, дос ретінде. Ол жалған Бен болған ер адамды тұтқындағанын айтады. Әрі оның еміне көмектесетін бір адамды ертіп келген. Сол сәтте нағыз Бен келеді. Содан кейін баласы Адам кіреді. Кристина баласын көргенде бәрі есіне түседі. Олар жылап тұрып қауышады. Осылай шытырманға толы фильм аяқталады. Фильм ұнаса арнаға жазылып лайк басып комментарий жаза кетіңіз. Сіздермен Киномен.